Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай кухнядағы дақ болып қалған шкаптарды, май болып қалған және де сондай шкаптардың сыртын тазалап алатын боламыз. Екі лайфхакпен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап және де тіркеліп лайк басуды ұмытпағайсыздар. Өте керемет болып шығатын екі лайфхакпен бөлісетін боламын. Бізге осындай ас содасы керек болады. Осындай 2 ас қасықпен салып алдым. Және де бізге осындай ыдыс жуатын қандай гель болса да, фери болса да, осындай 2 қасық салып алдым. Және де осындай лимоновый кислота және су. Осындай реакция болады. Сыртындағы сол май, із болып қалған дақтарды осымен кетіріп алатын боламыз. Енді тағы бір әдіспен біз алдын ала осындай 500 граммдай су құйып алдым. Және де бұған да фери салатын болам. Бұған 1 қасық салдым. Осындай уксустан осындай 2 ас қасықпен құйып алдым. Жаңағы із болып қалған біраз уақытқа дейін ізін жоғалтатын уксус осындай лимоновый кислота салып, осыны перье ерігенше үстіп тряпканы қосып салып қойдым. Енді жаңағы перьеміз еріген, ас содасы еріген нелермен осындай жаңағы кір болып кеткен жерлердің бәрін тазалап алатын боламыз. Өте керемет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Видеоны көргендеріңізге алдын ала рахмет. Менімен болғандарыңызға. Описание бөліміне түсінбесеңіздер, описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Бірінші осы жаңағы тряпкамен жақсылап сүртіп алатын боламыз. Жақсы көмектеседі. Ұнаса сіздер де жасап көріңіздер. Және де лайк басуды ұмытпағайсыздар. Өте керемет әдіс. Мен өзім қашаннан жасап жүргенмін. Сіздер де жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай дақтардың бәрін өте жақсы кетіретін болады. Міне, мынандай болып кеткен майды кетіріп алатын боламыз. Газге жақын болғандықтан дәл осындай май шашырап, осындай май болып кетеді. Жаңағы бірінші әдіспен осыны жақсылап кетіріп алып, дақ қалмайтындай қылып, жаңағы екінші әдісті
лимоновый кислота, шерри салып осыларды сүтін жақсылап намқыл неғылып сүртіп алатын боламыз. Өте керемет кететін болады. Сүртіп болдым, уже екінші әдіспен сүртіп тазалап алатын боламыз. Ұнаса видеоның ақырына дейін көріп, және де тіркелуді ұмытпағайсыздар. Қош сау болыңыздар. Менімен болғандарыңызға көріп тұрғандарыңыздай бәрі кетіп, жылтырап, өте керемет болып шықты. 1 грамм дақ жоқ, әдемі болып шықты.